бірден аламыз да дәріні бере саламыз. Ол дұрыс емес. Еркек адамдардың да клиникасы болады. Ер азамат келді. 2 жыл бойы ұйықтамаған. Асқазан ауырғанында ұйқысыздық болады. Сәлеметсіздер ме менің оқырмандарым? Менің YouTube каналыма тіркелген кісілер, аман есенсіздер ме деймін. Бүгінгі видеомда мен ұйқысыздық туралы айтқым келіп отыр. Өйткені мен алдыма күнделікті қандай ауру келіп отырады, қандай ауруды қалай емдедім, сол туралы сіздерге көп айтып отыратын боламын. Ол әркімде кездесетін жағдай. Мысалы, ұйқысыздық дейік. Ұйқысыздық жағдай түрлі себеппен пайда болады. Мысалы, кішкентай балалардың ұйқысыздығы, осы маған кішкентай балалар көп келеді. Ұйқысыз, мазасыз, шошымалды, жылай береді деп айтады. Жақында ғана міне қазір де емделіп жатыр. Сол бала, мысалы, сондай кішкентай балаларды біз аламыз, маған келгенде қандай дәрі береміз деп сұрайды. Қандай дәрі береміз деп сұрайды. Біздің соншалықты басымыз уланып кеткен, бірден аламыз да дәріні бере саламыз. Ол дұрыс емес. Мысалы, кішкентай балаларда мына бұлшық еттерінің бәрі қатып қалады. Қатып қалады. Сөйтеді, ол ұйықтаған кезде қан айналымы жақсы жүрмейді да, мүмкін шошымалды болады бала. Мына желкесі тартып ауырады, іші ауырады, бұлшық еттері ауырады. Ол тілі жоқ қой айтатын. Сондықтан ол шошымалды болып, сондай жылаңқы бала болады. Ал оны кәдімгідей емдік массажбен, қалай болса солай массаж деп айтпаймын, емдік массажбен емдейтін болса, ол бала жақсы болып, бұлқиып, бұлқ етіп, қолының бәрі бұлқылдап жатса, әрине мен де болсам бұлқылдап жатсам тамаша болады. Сол сияқты барлығы бұлқылдап жататын болса, баланың ауру ештеңкесі жоқ. Сондай емменен, мына жақсы массаж жасайтын адамдарменен емдеткенді ұмытпаңыздар деймін. Енді бұл жерде бұл кішкентай баланы айтып өттім. Енді бұл жерде үлкендердің ұйқысыздықтары туралы сіздерге айтқым келіп отыр. Үлкендердің ұйқысыздықтары мысалы әртүрлі жағдайда болады. Әйел адамдар клиникасында ұйқысыздық пайда болады. Еркек адамдардың да клиникасы болады. Ол кездерде де ұйқысыздық пайда болады. Және менің алдыма әрине жүйке ауырғанда, қатты қайғылы оқиғалар болғанда, ұйқысыздықтың өте тізе берсе, тізбекте бұл өте көп жаңағы причинасы былайынша айтқанда. Сондықтан ол, мысалы, маған ер азамат келді. 2 жыл бойы ұйықтамаған. 2 жыл бойы не істеді? Неге ұйықтамады? Кәнекей, айтайық оны. 2 жыл бойы ұйықтамағанда ол кісі аденома, жаңадан басталған аденома болған. Содан кейін барғанда жаңағы дәрігерлік емін алған. Дәрігерлік емінен кейін тағы да мына интернеттен алатын аденомаға деген дәрілерді ұзақ іше беріңіз, пайдасы бар деген. Ал жаңағы дәрісін мен алғызып оқып көретін болсам, ұзақ ішкен кезде оған күш беретін араласқан дүние бар екен ішінде. Еркектік күшін күшейтетін. Сондықтан ол кісі не қылады, аденома деп іше береді 2 жыл бойы. Бастағы безлерді оята бастаған ғой жаңағы күш беріп. Ол кісі оны білмейді. Сөйтеді да жаңағы ұйқыдан кетеді. Ал енді оны мен ұйқысыздықты қалай емдедіңіз дейтін болса, оның жүйке жүйесінің бәрін тыныштандырып, аденома қайта-қайта зәрге бара беретін барлығын емдеп, құрқылтайдың ұясын үйден жасаңыз деп, мына жерден емінің барлығын жасап, сөйтіп жүйке жүйесін тыныштандырып, басқа кішкене су толыңқыраған, ондайдың барлығы әрине аурудың симптомдарының барлығын тізе берудің қажеті жоқ шығар, бірақ негізі ол кісіні ұйқыдан дәрісіз де ұйқыға келтірдім. Ұйқыға келтіріп 2 жыл ұйықтамаған адам жақсы ұйықтайды. Қазір өте сеніп алды, сонау Қызылордадан осы жаққа кәдімгі дереу жетіп келеді, жол арасы қашық болса да. Ол кісіге мен сонда май бердім. Мына майды ішіңіз. Әрі сіздің жүйке жүйеңізге жақсы, ұйқысыздығыңызға жақсы деп, кәдімгі конопляның майы болады, опекаларда, сол майды ішіңіз деп. Кешке жатарда 1 шай қасық қана, толмаған шай қасық қана ішсеңіз деп. Бір 10 күннен кейін, ары кетсе 2 аптадан кейін ұйқысы түзелді ол кісінің. Мінекей, қайда жатыр? Біз оны барамызда басқа жағдайменен ұйықтайтын неше түрлі дүниелерді беретін боламыз. Химия беретін боламыз. Мен химиясыз солай өксіні ұйқыға келтірдім. Ал енді әрине болады. Баста шаршағаннан, мысалы, шаршағаннан, өте ойымдағаннан, мелатонин, серотонин дейтін гормондар болады. Солардың орындары ауысып кететін жағдайда болады. Ондай жағдайда онда тексеріліп, білікті дәрігерден, болмаса менен сұраңыздар, жаңағына
қалпына келтіретін, қалай қалпына келтіру керек екенін сұрасаңыздар, ол процестерін мен айтатын боламын. Сөйтіп, ондай жағдайда да ұйқы бұзылады енді. Сондай маған кездескен осындай ұйқысыздық аурулар бар. Жақсы ұйықтап кеткен кісілер де бар. Ол біздің әрқайсымызда өмір тіршіліктері қазір оңай емес, сондықтан әрқайсымыздың әр отбасында кездеседі десек өтірік айтпаймыз. Тіптен ұйқысыздық, асқазан ауырғанда ұйқысыздық болады. Асқазанға дұрыс тамақтанбай қалсаң, күштірек тамақ ішіп қалсаң, асқазан ауыратын адам ол түнімен ұйықтамайтын болады. Ондай да кездеседі. Сондықтан ұйқысыздық болудың да жаңағы жолы бар. Ұйықтайтын жолы бар деп сіздерге айтқым келеді. Сіздермен болған мен әрқашанда сіздерге кеңесімді бөлісіп отыратын боламын. Сәриева Сеткүл. Сіздермен болған маған каналыма жазылуды және бір-біріңізге интернет арқылы жаңағы жіберуді ұмытпаңыздар. Қоңыраушаны басып отырыңыздар. Бұл маған жазылу, менің каналыма жазылу деген сіздер үшін, мен сізден ақша сұрап жатқан жоқпын. Сондықтан бұл сіздер үшін керек. Үй жағдайында емделгендеріңіз үшін керек болады. Сондықтан қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Комментарий күтемін.